сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 53-ші сабақ табиғат сипаты тақырыбында мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз, шығармашылық жұмыстар жасаймыз. Сәйкестендір. Бірінші жаттығу. Мұғалімнің көмегімен табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіріңдер. Мысалы, ашық аспан, сақылдаған аяз. Бірінші. Ашық аспан. Алай, түлей боран. Шатыр, шұтыр, найзағай. Жапалақ, қар. Нөсерлеткен жаңбыр. Келесі. Гуілдеген жел, сақылдаған аяз. Түнерген аспан. Бет қаратпайтын боран. Айналып жерге түскендей жел. Келесі. Екінші тапсырма. Өзің де далаға қарап табиғаттың бір бөлшегін сипаттап айт. Әппақ қар. Ашық аспан. Қазтек Баянбай ақын. 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ жерінде дүниеге келген. Ақын өлеңдерінде балалар өміріндегі оқиғаларды қызықты түсінікті тілмен баяндайды. Араша, Ақшағала, Құс сүті, балаларға базарлық, тағы да басқа кітаптары бар. Келесі. Түсініп оқы. Не жауып тұр? Қоюланып қара бұлт төкті көктем жаңбыры. Шыға алмай далаға, отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді. Өзі соған таңғалып отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып. Тегін аққа құрт қарық, болатындай бір ауық. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып. Қолда ұршығы сырқағып, отырған жіп иіріп, осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады. Шаш етектен өстегін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сондай емес пе, ойлайтыны малқамы. Сиыр тояр көккөзсе, сол ғой сүттің жауғаны. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем тағы сайрады. Қырды қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік. Сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан, сүт, нұр болып. Авторы Қазтек Баянбай. Бір ауық, бір мезгіл деген мағынаны білдіреді. Шаш етектен, мол, орасан көп. Аққа қарық болу, сүт өнімдерінің мол болуы деген мағынаны білдіреді екен. Келесі. Үшінші тапсырма. Отбасы мүшелері жаңбырдан қандай жақсылық күтеді? Отбасы мүшелері жауын көп жауса, көк мол шығып, жақсы егін шығып, жан-жануарлар сүт береді деген мағынада. Баршылық, молшылық көп болады деген мағынада жақсылық күтеді екен. Дәлелде. 4-ші тапсырма. Жаңбырдан басқа табиғат құбылыстарының адамзат тіршілігі үшін қандай пайдасы бар? Адам денсаулығына, жалпы егін шаруашылығы, мал шаруашылығына үлкен пайдасы бар. Келесі. 5-ші тапсырма. Бұлт суретіндегі сөздерді көп нүктенің орнына қойып, өлеңді толықтырып оқы. Жаңбырға 2 өтініш. Көктем бұлтты көңілді, қуантады өңірді. Балалар да қарсалар, былай-былай ән салар. Жау жаңбыр көбірек, гүлге орансын төңірек. Шалғын өссін жайқалып, егін өссін тезірек. Біздің жаққа жиі кеп, әлсін-әлсін құйып өт. Қазір егер көп жаусаң, жердің берер сыйы көп. Күзде болса күн бұлттау, маңай тартар сұрғылттау. Балалар да көңілсіз, тілек айтар тек үнсіз. Жаума жаңбыр бұл маңға, жауабын деп бұлданба. Егін жатыр жиналмай, бидай ашық қырманда. Несіпбек Айтұлы. Келесі. 6-ші тапсырма. Балалар жаңбырға неліктен әртүрлі өтініш айтады? Өйткені көктем айларында жаңбыр жауса, гүл майыса шығып, көркемденіп гүлденеді. Ал күз айларында жауса, диқандар еккен егіндерін жинап үлгере алмайды. Жинап үлгере алмай жатқанда жаңбыр жауса, қырмандағы дәндері бұзылады.
Сондықтан олар көктем уақытында жаңбыр жауғанын және күз уақытында жаңбырдың жаумауын сұрап жатыр. Келесі қорытындылар. 7-ші тапсырма. Жаңбыр жауса ел арасы деген халық нақылын пайдаланып, өлеңдердің негізгі ойын түсіндіріңдер. Жаңбыр жауса жер көгеріп, мал жан-жануарлар тойып, көкке тойып, сүт өнім көп береді. Және де диқаншылық өнімдері мол береді, егіншілік көп болады. Сондықтан жаңбыр жауса ел арасы мол көп болатыны белгілі. Өлеңдердің ұнаған шумағын жаттап алыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңдар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.